Қазақ дастарханына түсетін тағамдардың барлығы да ең алдымен қазаннан өтеді. Халық жай ғана қазан демей, қара қазан деп қастерлеп айтады. Бұл жерде қара сөзі қасиетті, киелі, берекелі деген ұғымды білдіреді. Махамбет жырындағы қара қазан, сары бала қамы үшін қылыш сермедік деуінде де үлкен мән бар. Күні бүгінге дейін кей ауылдардағы зираттардан қабірдің үстіне немесе сол бейіттің ішінде төңкерулі қазанды кездестіруге болады. Бұл халық түсінігінде әулеттің оты өшті, мұрагері қалмады дегенді білдіреді екен. Егер қайтыс болған адамның тұқымы артынан өле берсе, қара қазанын бейітінің басына төңкерген. Осылайша ұрпағының өлімі тоқтайды деген ырым болған. Қазақта қазанға қатысты ырым тыйымдар жетерлік. Соның бірі, ырысым өзге үйге кетіп қалады деп қызға қазан бермеген. Ертеде суға, көлге адам батса, қара қазанын суға төңкеріп жіберген. Сонда қазан иесі батқан жерге барып айналып тұрған екен. Суға кеткен адамды солай тапқан. Таңғаларлық жайт. Дегенмен, бұл халық тәжірибесінде бар дүние. Қазақтың таным түсінігінде қазанның алатын орны ерекше. Мысалы, Түркістандағы тайқазан берік дәстүрден тамыр алып, исламдық мәнмен астасқан асыл мұрамыз. Тайқазан сонау 1399 жылы сирек кездесетін 7 түрлі асыл металдың қоспасынан құйылған. Кім-де-кім Алла тағала үшін су құятын ыдыс жасаса, Алла тағала жұмақта оған арнап хауыз дайындайды деген хадис бар. Соған қарағанда бұл тайқазан кесененің бір бұрышына жай жәдігер ретінде қою үшін емес, осы хадиске амал ету үшін жасалған тәрізді. Осыны білген адамдар ғана қазан құйдырып, баласына мен өлгеннен кейін мына қазанға су толтырып жолға қой, ел су ішсін деп аманаттаған. Одан су ішкен адам дұға қылған. Негізінде мұндай алып қазан жасау дәстүрі сақ, ғұн, үйсін дәуірлерінде де болған екен. Қазақ береке мен бірліктің белгісі санағандықтан мұндай алып қазанды билеушілер мен әскербасылардың қабірінде қойған. Зират етіп келген адам қазандағы суды ішіп, шөлін басып, қабір иесіне дұға бағыштаған. Ас құралы болған қара қазан кезінде қазақтың қорғаны әрі панасы да болған. Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама заманында босқан халық бауырындағы баласын төңкерілген қазан астына жасырып, аман алып қалған деседі. Қазақы ұғымда қазаннан айырылу, құт берекеден айырылумен бірдей болған. Бұрындары кектескен жұрттың жауының мысын басу, рухани жер ету үшін қазанын тартып әкететін де жағдайлар болған. Бұл әулет үшін абыройдан айырылу масқара саналған. Қазаның толы болсын, қазаның оттан түспесін деген қазақтың өзімен бірге жасасып келе жатқан алғысы, батасы. Сондай-ақ келін толғақтағанда жарыстыра қазан асып, толғақты жеңілдеткен де бұл жоралғысын жарыс қазан деп ат қойғанда қазақ. Сыйлас адамдардың қазан шегелей келдік деп астарлап бір-біріне қыдырстайтыны осы қара қазанға қатысты. Сондықтан рухани тамырымыз, тағылымымыз қара қазанды бүгінгі ұрпаққа ұмыттырмау аға буынның басты міндетінің бірі болмақ. Құрметті оқырмандар, қазақтың қара қазаны туралы сіз білмеген ырымдарды айта кеттім. Комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісіп, қазан туралы тағы қандай ырымдар бар екенін айта кетсеңіз.
Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз.